Баршаңызға сәлем, сіздермен болған ақпарат арнасы. Видеомыз басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыз. Қылмыстың ізін жасырмақ болды. Бүгін соттағы жарыс сөз кезінде прокурор сотталушы Қуандық Бишімбаев Салтанат Нүкенованы өлтіргенін дәлелдейтін айғақтарды інісі Байжанов екеуі қалай жоймақ болғанын айтты. Прокурор Аймағанова марқұм алған жарақаттардан қиналып өлгенін атап өтіп, оның басында ұйып қалған қанның көлемін мысалмен көрсетті. Вот такая гематома, она уже смертельна. Вот 70 миллилитров. У Салтанат же была гематома объемом 230 миллилитров. Вот, уважаемый суд, у нас тоже мерная емкость. Вот настолько крови, наверное, правильно сказать, сдавливала мозг Салтаната. Айыпталушы тара Бишімбаевтың қылмысты асқан қатыгездікпен жасағанына сенімді. Нүкеновтердің адвокаттары экс-министрдің телефондағы видеолар оған толық дәлелдеу есептейді. Бір сұрақты Салтанатқа 175 рет қойып, қайта-қайта аяусыз соққыға жыққаны оның қан безер екені аңғартады деді қорғаушылар жарыс сөзде. Бишімбаевтың адвокаттары болса, Қуандықтың қателігі оның адамгершілігінде. Ол Салтанатты құтқармақ болды деп жақтап отыр. Жарыс сөзде марқұмның ағасы Айтбек Амангелді де сөз алды. Я принял мысль о том, что Сол түні не болған ақыры біле алмайтынды қабылдадым. Салтанаттың өлімі тез болды, ол қиналмай кетті деп үміттендім. Бірақ телефондағы видеодан азап пен қорлықты қарындасымның әбден қиналғанын көрдім. Құрметті алқабилер, сіздер де бұл видеоны көрдіңіздер, не болғанын білесіздер. Видеодан көргенім ойымнан кетер емес.